Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін арықтау марафонның 17-ші күні. Марафон бітуіне аз қалды. Марафон әдеттегідей 21 күн болады. Сол үшін әрбір күнді жіберіп алмай, менімен бірге тамақтанып арықтаңыздар. Байқасаңыздар, қыздар, менің тамақтану порциям 3 мезгіл перекус жасамаймын, яғни жүрек жалғау жасамаймын. Барлық тамақты жеймін, бірақ нормамен жеймін. Сіздерге де соны үйретудемін. Таңғы жаттығу менде әдеттегідей вакуум жаттығуынан басталады. Сосын 2 стакан жылы суымды ішіп аламын және таңғы асты дайындаймын. Бүгінгі менің таңғы асым өте ерекше болайын деп тұр. Морковный омлет деп атасақ та болады, немесе бір жағынан овощной омлет, яғни көкөністен жасалған омлет деп те атауға болады. Дәл осы омлетті дайындауға көп уақытыңыз кетпейді. Ең ұзағымен шамамен 5 минут уақытыңызды ғана алады. Егер де сізде сыр болмаса, онда қосудың қажеті жоқ. Менде просто болды. Сол себепті мен таңғы асқа қостым. Сырды үккіштен өткізуге де болады, немесе пышақпен турауға да болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарайсыз. Қыздар, негізі көп қыздар таңғы асты ішпейді екен. Көп жағдайда таңғы асты тек қана печенье мен шай іше салады екен. Олар үшін ол таңғы ас екен. Негізі ол дұрыс емес. Таңғы ас негізі биологтан тұру қажет. Сол кезде біз тойымдылық сезімін білеміз және артық тамақтанбаймыз. Таңғы асты күнде үнемі дәмді етіп, ыстықтай жейтін болсаңыз, сіз үнемі таңғы асты өзіңіз күтетін боласыз. Асымызға 2 жұмыртқамызды саламыз және дайындаған көкөністерімізді саламыз. Сәбізді, қызанақты, сырды барлығын салып, кішкене дәміне қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Су нормасын орындап жүрсіздер ме? Су нормасын орындау ол өте маңызды. Әр келі салмаққа 30 санын көбейтіп, өзіңіздің су нормаңызды сағат 7-ге дейін ішу қажетсіз. Мысалы, салмағыңыз 50 келі болса, 30-ды көбейтсеңіз, демек 1,5 литр су ішу керек деген сөз. Ұйқы режимін орындап жүрсіздер ме? Ұйқы режимінің өзі сіздерге арықтауға көмектеседі. Сол үшін ерте ұйықтауға, ерте тамақтанып, уақытпен тамақтануға тырысыңыздар. Массамызды жақсылап араластырамыз және табамызға сары майды салып, кішкене қыздырып аламыз. Егер де сары май болмаса, онда оливковое маслоны пайдалануға болады, яғни оливковое майды пайдалануға болады. Табамыздағы май қызғаннан кейін дайындап қойған массамызды табаға салып, бетін тегістеп аламыз және бетін жауып, ақырын отта 2 жағын пісіріп аламыз. Егер де сізде антипригарный таба болмаса, онда жұмыртқаны суға пісіріп алыңыз және сәбізбен қызанақты бірге біріктіріп, салат ретінде дайындасаңыз болады. Міне, дәл осылайда таңғы асты жеуге болады. Негізі қыздар, менің каналымда морковный торттың рецебі бар. Бар жоғы 10 минутта дайындалады. Сіздерге сілтемесін қалдырамын. Таңғы асқа жесеңіздер болады. Міне қыздар, морковный омлет дайын болды және мен нан қостым 30 граммнан. Және сары май. Мен нан мен сары майды жегенді өте қатты жақсы көремін. Ол таңғы асқа өте пайдалы. Таңғы асқа міндетті түрде май жеу қажет. Байқап жүрген шығарсыздар, мен үнемі таңғы асқа майды жеймін. Және 1 шай қасық менде қаймақ болды. Қаймақты дәл осылай қоссақ, бір жағынан дәмін береді. Ал қыздар, сіздерге таңғы ас ұнады ма? Дәл осындай таңғы асқа сіз тояр ма едіңіз? Комментария жазып кетіңіз. Қанша келі салмақ тастадыңыз дәл осы 17 күн бойы? Міне соны да комментария жазып кетіңіз. Сіздің әрбір жазған пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Айтпақшы қыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, жүрекшені басуды ұмытпаңыздар. Және дәл осы менің видеоларымды арықтағысы келетін құрбыңызға, танысыңызға, досыңызға жіберіңіз. Ал менің бүгінгі түскі асым өте оңай. Қуырылған 2 дана жұмыртқа және бетіне сыр қостым. Еріп тұрсын деп, дәмі шықсын деп. Және менде нан салма деген тамақ. Бұл жақта қамыр бар және подлив бар. Яғни подливті кез келген түрін дайындауға болады. Менде картоптан жасалған подлив болды. Және менде ет болған жоқ. Сол себепті мен жұмыртқаны пайдаландым. Байқасаңыздар, бізде таңғы аста болсын, түскі аста болсын, барлық кезде бізде белок болу қажет. Егер де бізде белок болмаса, онда бізде
тойымдылық сезімі ары кетсе бір сағатқа ғана жарамды болады. Және салат ретінде бір дана қызанақты пайдаландым. Дәл осы түскі асқа мен өте қатты тойдым, маған өте ұнады. Сіздер де солай тамақтансаңыздар болады. Негізі қыздар, нан салманы мен кешкі асқа дайындаған болатынмын, бірақ кешкі асқа мен жемеймін, өкінішке орай, бір жағынан қуанышқа орай. Және мен оны түскі асқа алып қаламын. Міне, кез келген кешкі аста дайындаған тамақты түскі асқа алып қалып, мен соны түскі аста жеймін. Сіздер де солай жасаңыздар. Сол кезде арықтау процесіңізге ешқандай кедергі келтірмейді. Дәл осындай тойымды түскі астан кейін мендегі кешкі ас жеңіл болу қажет. Кешкі ас ретінде мен қызанақ пен айранды ғана ішемін. Міне дәл осылай тамақтанғанға мен тоямын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Айтпақшы қыздар, мен бала еміземін. Бала емізсемде жалпы дәл осылай тамақтанып жүру маған сүттің келмей қоюына, сүттің болмай қалуына кедергі емес. Адам негізі емізіп жүріп те арықтауға болады. Және тамақтануды дәл осылай тамақтанса да, кез келген анада, кез келген әйелде омырауында сүт болады. Бізде сүт тек қана тамақ арқылы келмейді, гормондар арқылы келеді. Қуаныш гормоны бізде жоғары болса, бізде онда сүт жақсы болады.